Өңірді дамыту үшін жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін трансформациялау тақырыбында облыстық семинар өтуде. Басқосуға халқының саны 2000-нан асатын қала, кент және ауылдық округ әкімдері қатысып, өз біліктіліктерін арттыруда. 80 сағаттық дәрісті облыстағы 60-тан астам әкім тыңдап отыр. Бір апталық оқу, жергілікті өзін-өзі басқару реформаларын жүзеге асыру құралдары және жобалық менеджмент, жобаны құру және қорғау модульдерінен тұрады. Семинардың негізгі мақсаты өңірдегі басшыларды елдегі және әлемдегі өзгерістерді жаңа қырынан танып, жаңа ойлау дағдысына үйрету. 4-ші деңгейлі бюджетті енгізу, жергілікті жерде бюджетті жасақтау барысында азаматтардың соған үдеріске қатысуға мүмкіндіктерін береді. Олардың қаржылық және экономикалық мүмкіндіктері кеңейеді. Ал жобалық менеджментта жергілікті жердегі азаматтар осы өздеріне жергілікті жерде қандай қажеттіліктер туындайды және оған қаржыны қалай жасақтау керек және ол қаржыны қалай игеру керек, осы жұмыстың барлығын жоба ретінде өздері жасақтап, ұсынып және ол жобаны қорғап, әрмен қарай осы жұмысты жүргізуге мүмкіндік алады. Бізге қабілетті бола білетін және жобалық офистермен жұмыс жасай білетін жаңа әкімдердің корпусын қалыптастыру, немесе қазіргі жұмыс жасап жатқан әкімдердің білімін, білігін осы қазіргі уақыттың талабына сәйкес бейімдеу болып табылады. Кәсіпкерлікті дамытуға байланысты, экономиканы жоспарлауға байланысты көптеген жауапты тұлғалар келіп, осы сабақтарға қатысатын болады. Мен ойлаймын, енді осы жыл аяғына таман ұйымдастырылып жатқан шараның нәтижесін біз келесі жылдың басынан бастап әкімдердің бойынан көруге болады. Қатысушылар семинардың екінші модулінде жаңа жобалар ұсынып, оны жүзеге асырудың жолдарын үйренбек. Мәселен, Қожакент ауылының әкімі ауылды гүлдендіру бағытында жаңа жобаны қолға алмақшы. Елдің ажарын келтіру мәселесінде, елді көгалдандыру мәселесін қолға алғымыз бар. Көгалдандыру мәселесін елдің ардагерлері бар, Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің ұлдары, қыздары бар, солардың бастамаларыменен елдің бет бейнесін өзгертіп отырып, көгалдандыру мәселесін жобалық тақырыпқа қоймақшымын. Айта кетейік, семинардың екінші модулі желтоқсанның 4 мен 8 аралығында жоспарланған. Ерболат Тұрсынғожа, Иса Шарипов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.